Бұл автобазар емес, бұл автокөлік сататын супермаркет. Майкар автокөлік салоны. Супермаркет немене да? Сен машина сатып, тамақ сататын дүкен сияқты, бірақ машиналар сатып тұр. Көрейік кет. Бағалар қандай болады, қандай машиналар бар екен. Ішін бір көрсетіп жіберші, керемет ше. Мына жақтан кіре берісі, іші осындай супермаркет не. Адамдар отырып демалатын жер бар, кофехана бар. Жоғарда намаз оқитын жер бар. Кафелер болып тұр, иә. Аспай жүріп, киім шешіп тастап, аспай аралайтын жер. Шеттен бастайық, бір шеттен бастап мансақ, бәрін түсіріп, қазір жатазамыз қай жерден түсіргеніміз. Сондықтан лангрузерді көрсетіп кетейін бе? Қанша екенін 8 миллион 950 мың теңге. Тұрады ма? Тұратын сияқты. Қолжетімді баға деп ойлаймын. Жылы қайда? 2005. Қайсы? 2005 жылға мінекей жазылып тұр. 335 мың жүрілген, 335 мың 480 километр. 2.7 екен, объем. Автомат внедорожник дейді, яғни жол талғамайтын көлік қой. Бәріңіз білесіздер оны айтпайықта. Сыртынан бір көрсетіп жіберейін. 2005 жылға 8 миллион 950 дедім ба? Тұра ма? Көріңіздер. Саудаласып қарасаңыздар болады. Қазір мекен жайын айтамын. Төменге сілтемеге де қалдырып кетермін. Бұл жерде базардағы сияқты машиналардың іштері ашылмайды енді. Кілтен тұна қарағым басып барадың ба? Иә, кілтен тұр. Мына БХ дейді оған. Қызыл БХ 8 миллион 316 мың. Кепілдік бар дейді. Гарантиясы. Сыртын айналдырып көрсетіп шайын. Үлеке сен таныстырып айта берсең болады. Қызыл БХ мынау. Үлеке айта берші. Айтайын ба? Бір. Так, бұл деген қазір айтам. Автомат кроссовер, түсі қызыл, жетегі толық, қозғалтқышы 2, жүрісі 218.454 километр жүрген, бағасы 8 миллион 316 мың теңге. Үлкен емес пе? Ана жер рахат па, жып-жылы ма? Рахат. Сылап жүрсің бе даже? Ыссы ше. Енді ыссы деп былай сұраймын ғой. Базардан қалай айырмашылығы? Базарда жүргеннен өте жақсы. Әрі ана не бөлініп тұрады да, кілең, үлкен ана кроссоверлер, мына жағында кілең андай 20 миллиондікі деген сияқты. Новый машиналар ма? Иә. Мына жақта Nissan, мына жақта тағы бір деген сияқты бөлініп тұрады. Күшті. Достар, бізге лайктарыңызды аямай, бізге тіркеліп қойыңыздар, сосын таратып отырыңыздар. Үлкен көпіріп сөйлеп жатыр, не үшін көпіріп сөйлеп жатыр дейсің? Лайк sayın деп сөйлеп отыр ғой, көрермендерім. Nissan Qashqai. Nissan Qashqai'ды мен көрсете берейін, Гүлекен таныстырады ғой. Ал Гүлеке айта бер. Так, Nissan Qashqai 2013 жылғы, жүрісі 174.287 километр, объемы қозғалтқышы 1.6, алдыңғы жетек, коробкасы автомат, шаңағы кроссовер, түсі ақ. Бағасын айттым да, 6 миллион 520 мың теңге. Одан кейін кезекте Subaru. Не дейді? Резервте тұр дейді. Бұл резервте қалай сонда? Біреу алайын деп қойған шығар. Алайын деп, сатпа деп кеткен ба, мен алайын деп. Ішінде адам көп, алға тұр ойдың бәрі. 2012 жылғы дейді. Бұл 2012 жылғы Subaru, жүрісі 79.029 километр жүрген, қозғалтқышы 2.5, толық жетек, түсі қара, шанағы универсал, автомат, бағасы 8 миллион 790 мың теңге. Мынаны көрсетіп айтып кетейік. Не? Так, Chevrolet Tracker дейді. Chevrolet кім деп тұр? Tracker дейді. Tracker ма? Tracker ма? 2020 ме? Ашық тұр ма? Жүрісі 56.042 километр, қозғалтқышы 1.8, алдыңғы жетек, автомат, кроссовер, түсі көк, бағасы 7 миллион 860 мың теңге. Қалай, дұрыстап күшті қылып айтып отырмын ба? Көрермендер айтады, күшті айтып отырсың ба, жақсы айтып отырсың. Мынаның түсі қалай, бір түрлі емес па? Түсі бір түрлі да? Бір түрлі ма? Маған мынандай түсі ұнамайды ал. 30% қазір төлейсің, бір жылдан кейін қалғанын төлейсің. Ал осындай жеңілдіктер бар. Не дейді мынаның аты? Renault дей ма? Renault Captur. 2016 дейді. Былай қарап тұрсаң, сыртына қарап тұрсаң, новый керім, жаңа көліктер сияқты болып тұр, иә? Иә. Базардағы машиналарды өстіп жалдыратып қойса ғой, да? Иә, олар да кәдімгі жаңа ол сияқты болып тұрады ғой. Новый сияқты болып тұрады, иә. Так, бұның жүрісі 82.384 километр жүрген, қозғалтқышы 2, бензин, жетегі толық, коробкасы автомат, шанағы кроссовер, түсі жасыл дейді. Бағасы 6 миллион 980 мың теңге. Мына ішінде көлік өте көп, көрермендерім. Бізбен бірге соңына дейін болыңыздар. Ана жақ бөлігінде де бар.
мына жерлерде көліктер көп. Сіздер бірге болсаңыздар қазір көрсетуге, толық көрсетуге тырысамыз. Мынаның бәрін бірдей көрсетпейтін шығармыз, әртүрлі машиналар. Иә, әртүрлі көрсетейік. Әне өзі түсірдік қой мысалға. Ларгус деген көрермендерімізге. Иә, Ларгус. Базарда Ларгус көп кездеспеді да? Иә, кездеспейді көп. Лавовый кішкене жарқыншағы бар екен. Так, бұл Не? 2018 жылғы Ларгус, жүрісі 124.361 километр жүрген, қозғалтқышы 1.6, алдыңғы жетек, қорабы механика, шанағы универсал, түсі ақ, бағасы 3.970.000 теңге. 3.970? Иә. Арзан емес па? Нормально алуға болатын сияқты, қолжетімді баға деп ойлаймын. Так, Kia Sorento дейді, сынал дейді, Sorento дейді. Sorento, иә. 2014 дейді, жүрісі 156.620 километр жүрген, қозғалтқышы 2.4, бензин, жетегі толық, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі күміс, бағасы 9.870.000 теңге. Бағалар нормально деп ойлаймын да, Гүлеке? Түскен сияқты бағалар. Honda CR-V деген көлік. Базарда негізі Honda түсіп жүрдік, бұлар қаншадан болып еді? Ал ұмытып қалдым. Алда өткенде видеоларымызды көрсеңіздер, Honda CR-V базарда бағасы салыстырып көрсеңіздер болады. Так, 2012 жылғы екен бұл. Жүрісі 317.031 километр жүрген, қозғалтқышы 2, бензин, жетегі толық, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі сұр, бағасы 8.380.000 теңге. Honda CR-V, енді бұның бағасын білмеймін, өздеріңіз айтып отырыңыздар. Мына Nissan, кім бұл Nissan? X-Trail 2013 жылғы, жүрісі 123.979 жүріп тастаған, қозғалтқышы 2, бензин, жетегі толық, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі ақ, бағасы 8.970.000 теңге. Ескі ғой да? 13 қой енді, 10 жыл болған, 11 жыл болады. Мен алмас едім. Біздің түрінде тартымсыз да? Алар едің ба? Жоқ, мен ондай алмаймын. Мен жақта Hyundai'лар тұр ғой. Мен новый аламын ғой алсам, жаңада. Мен не деймін, Гүлекен қоймайды. Бұның жазуы бар ма? Мынаның ақпараты бар ма? Ақпараты жоқ. Мына Hyundai'лар. Алып кеткен жоқ па екен? Мыналарда да ақпараттар жоқ екен. Олар уже сатып кеткен. Барларын көрсетейік. Мына неме үшін білесің ба? Жук. А, Жук па? Жоқ, Nissan Жук екен ғой. Иә, Жук деп тұр. 2013 екен. Күшті машина деп мақтау жүрдің ғой? Күшті машина деп мақтау жүрдің ғой? Жоқ, мына түс боласың ба? Білмеймін, бір түрлі болып тұр. Жүрісі 109.946, қозғалтқышы 1.6, алдыңғы жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі сұр, бағасы 8.860.000 теңге. Доставить 8 миллион дейсіз ғой? 5.860.000 теңге. Телефоны жоқ деп қояйын ба? Телефон адресін айтып өтеміз қазір. Қай жерде екенін. Мінекей 30% төлеп, қазір төлеп, қалған бір жылдан кейін төлеп алуға болатын көліктер бар. Мынада сондай Жук, бірақ 2012. 5780. Бәрінің жерін бәрі Жук болып кетті. Мынаның бәрі Жук болды. Жақсы, Жукты көрсетпей ақ қояйық енді. Басқа, мынау ше, мына Hyundai'ді көрсетейік ше. Hyundai кім? Santa Fe. Алай тәуір. Оңай, адамның аты да, машинаның көліктің аты түрі көп екен. 2020 дейді ғой. Новый ғой, да? 20. Пробег бар ма? Иә, жүрісі 46.058. Новый ғой. Қозғалтқышы 2.4, толық жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі сұр, 14.860.000. Мынау Sportage'ді көрсетіп кетеміз. Kia Sportage. Так, бұл 2018 жылғы Kia, жүрісі 52.660 теңге, 60 теңге километр, қозғалтқышы 2, бензин, толық жетек, автомат, шанағы кроссовер, түсі ақ, бағасы 12.640.000 теңге. Тағы жақындатып көрсетіп жіберейін. Chevrolet Captiva деген. Несі почти жаңа, жүрісі тек қана 75 километр. Мына қара, тек қана 75 километр жүрген. Объемы да 1.5 екен. Жақсы екен де, өзі нәм болғанмен объемы 1.5. Алдыңғы жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі қара, бағасы 13.160.000 теңге. Гүлекен өзі машинаның объемына қарап үйреніп алған ғой. Объемы аз болса, бензин аз жейді деген. Көліктердің бәрі жабық, мен отырып қарай алмайтын болдым ғой. Ан жақта күшті машиналар бар. Ана жақтарда бар, соларды көрсетеміз. Отырып қарағым келіп тұр мен. Сонда иә, сол іштар ашық күшті әдемі. Ашық болса, мынау да сол Captiva екен. 22. Болды енді келесі ар жаққа тардағылар көшеміз бе, мына не? Hyundai көрсеттің ба? Tucson жоқ. Бұл да жаңа екен, 23, 41, тек қана 41 километр. Объемы тоже. Қозғалтқышы 1.6, алдыңғы жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі қара, 14 миллион. Ал 14 миллионның көлігі Қытайда жиналған екен.
Toyota RAV4'тер бар екен. Күшті екен говной. Шағын да, үлкен де емес, кішкентай да емес та. Күшті екен. Не ал дейтін еді бұндайды? Комфортный. Жоқ, андай аласа, биік те емес, аласа да емес. Орташа? Білмеймін. Не ал дейсің? Не, кроссовер? Иә, бәрін де деймін. Кроссовер. Шанағы деп қазақша айтып керек, шанағы кроссовер деп. Қозғалтқышы 2 деп. Айтып жатырмын ғой. Иә, білетін молодец қой. Бұл да жаңа 2022 70 километр жүрген тек қана. Қозғалтқышы 2, бензинмен жүреді, толық жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі сұр. Бағасы 17 миллион 900 мың. Жаңа ғой, неге десеңіздер енді. Да, 17 миллион 918 миллион почти. Трейдинг бойынша да алуға болады екен бұларды. Трейдинг бойынша машинаңда келіп тапсырасың, орнынан аласың деп жүрсіз ғой. Ауыстырып. Арзан емес пе? Так, бұл енді жылы 2017, сосын бағасы да кішкене төмен. Пробегі жүрісі 60.976 километр жүрген, объемы қозғалтқышы 2, толық жетек, қорабы автомат, шанағы кроссовер, түсі қара, бағасы 12 миллион 990 мың теңге. Бұл RAV4. RAV4, RAV4 2019. Сразу айтып берейінші, бағасы мінекей 14 миллион 970 мың, 87.525 жүрілген, объемы 2, кроссовер, түсі ақ. Аты аузым көп кетті. Басқа келесі көліктерге көшейік. Паджеро. Маған ұнамайтын сияқты. 4 пішті ма? Ескі маркалар ғой. Ұнамай тұр әйтеуір. Ескі марка болса ұнамай тұр. 2012 екен. Үстінде бұндай багажник бар. Объемы 170.464. Жоқ, кешіресіздер. Жүрісі 170.464, қозғалтқышы 3. Толық жетек, автомат, шанағы внедорожник дейді, яғни жолсыз. Қалай айтсам, жол талғамайтын деген ғой. Баса бере ма? Иә, 11 миллион 690 бұл Паджеро. Қалай достар, сіздерге ұнап жатыр ма? Күшті көліктер, күшті салондар. Ал біздерге тіркеліп кетіңіздер, біздерге лайктарыңызды аямаңыздар, жан жақтарыңыздың бәріне таратып отырыңыздар. 100-ге бірге жетейік.